I think if you're really going to get ahead in your life and you want to Менің ойымша, be an егер де authentic сен өміріңде human being шынымен де and you жетістіктерге want қол to жеткіземін live дейтін your болсаң, full өз potential, потенциалыңды толық you ашып, want to нағыз be адам боламын shattered. дейтін болсаң, Now, онда саған shadow көлеңкемен work жұмыс жасап sounds үйрену керек. very mysterious, but Көлеңкемен really жұмыс what жасау it деген is, біртүрлі it's a есілі matter келменде, of оның looking мәні мынада. at all aspects Өзіңнің of барлық yourself, аспектілеріңді, соның ішінде especially сенің those түп санаңда aspects өз жауабын that тапқан are аспектілерді resonating қарастыру in your керек. subconscious. Now, the term shadow is Жалпы a Jungian көлеңке term. деген бұл Carl юнгиандық Jung, термин. the brilliant Фрейдтің қорғаушысы болған psychologist, керемет protege of психолог Freud, Карл Юнг мына бір discovered жағдайды that what аңғарған. happens is that we Бізде have a lot көптеген of энергетикалық patterns of паттерндер бар. energy Яғни біздің өмірімізде бұрын past болып кеткен things in our оқиғалардың life үлгілері бар. that are Және олар resonating within біздің us ішімізде қалып that кеткен. we're unaware of. Ішімізде And what's олардың бар happening екенін is өзіміз that тіпті these білмейміз де. things as vibrations of energy are Нәтижесінде осы нәрселер энергетикалық вибрация түрінде біздің басымыздан өтіп жатқан жағдайлар мен ситуацияларға себепші болып жатады. Сондықтан көлеңкемен жұмыс жасау дегеніміз басымыздан өтіп жатқан жағдайларды айқындау, түсіну болып табылады. Осы көлеңкемен жасалатын жұмыс екі бөліктен тұрады. Бұл екі бөлікті мен ақ көлеңке және қара көлеңке деп атаймын. Ақ көлеңке дегеніміз бұл біздің ішімізде бар және олар туралы өзіміз әлі біле бермейтін потенциалды мүмкіндіктеріміз, дарынымыз, қасиеттеріміз сияқты ішкі эгомыздың аспектілері. Дегенмен, бәріміз шетінен дарындымыз деп айта алмаспыз. Бірақ әрқайсымызда өзімізге тән қабілет бар екенін білуіміз керек. Және соны ашуымыз керек. Біз өзіміз дұрыс деп тапқан жолымызбен жүріп, бақыт пен қуанышқа қол жеткізу үшін өз интуициямызға бағынамыз. Сен осы әрекеттерді жасаған кезде өзіңнің ақ көлеңкеңді табасың. Сен осыларды өзіңе қаншалықты қабылдаған сайын, соншалықты тұлға ретінде толығып, өмірге құлшына бастайсың. Және шын мәнінде осылай өзіңнің өмірге деген құлшынысыңды, қуанышыңды, жоғарыда айтылғандай өзіңнің көлеңкеңді тексеріп көруге болады. Егер сен шынымен де өмірге қуанатын болсаң, өмірге деген құлшынысың мол болса, онда сенің ақ көлеңкең бар деген сөз. Ал егер де бұл жоқ болса, онда саған осы аспектілерді ашу керек. Енді қара көлеңке туралы айтайық. Қара көлеңке дегеніміз бұл бізді шектейтін нәрселер. Бұл басылып қалған эмоциялар, бұрынғы қателіктер, біздің көңіл аударып қарағымыз келмейтін заттар. Бұлардың ішінде көбісі біздің балалық шағымызда орын алған нәрселер. Мүмкін мұғалім бізге, біздің ата-анамызға немесе достарымызға бірдеңе айтқан болар, және соны ішімізде сақтап, басып қалғанбыз және мұның сорақы болғаны соншалықты, біз тіпті оған қарағымыз да келмейді. Нәтижесінде осылардың барлығы қара көлеңкеге жиналады да вибрациялық энергия шығарып тұрады. Егер де ол жай ғана шкафта жатқан болса, оны сен ешқашан көрмес едің, және ол ешқандай әсер бермес еді. Ешқандай маңызы да болмас еді. Бірақ бұл қара көлеңке және ол вибрациялық энергия бөледі. Осы вибрациялық энергиямен резонансқа түсіп, айналамызға сәйкесінше адамдарды, жағдайларды, оқиғаларды тартады. Сонымен, көлеңкелермен айналысу кезінде сен өзіңнің ішіңе нені сақтап қалғаныңды көргің келеді. Ол үшін паттерндерді қарау керек. Паттерн дегеніміз бұл түп санадағы саусақтың іздері деп айтуға болады. Яғни сенде қайталанатын паттерндер туындаған жағдайда, мысалы сенің бір адаммен қарым-қатынасыңның тоқтау паттерні бар. Сен сол қатынасты жалғастырғың келеді, бірақ бір қарым-қатынас ұзаққа бармайды. Неге? Мен өзім білмеймін неге олай болатынын. Мен бәрін түзегім келеді, бірақ бұл заңдылық. Солай емес пе? Ендеше сен осы сияқты қандай да бір заңдылықты аңғаратын болсаң, онда мұның түп санада қалып қойған саусақтың ізі екенін білгенің абзал. Бұл көлеңкенің бір бөлшегі. Дәл осындай жағдай қаржылық жетістікке қатысты да болады. Мүмкін қаржылық жетістікке жету үшін сен көптеген әдіс-тәсілдерді қолданып көрген шығарсың. Бірақ олардың ешқайсысы қажетті нәтиже бермеді. Бұл да заңдылық болып табылады. Мүмкін сен ұдайы науқастанып ауыра беретін шығарсың, және одан емделіп сауығып кете алмайсың. Мұның заңдылығы осында. Әрқашан
Сен осындай заңдылықты көретін болсаң, бұл сенің көлеңкеңнің бір бөлшегі. Ендеше өзіңнің көлеңкеңмен жұмыс істеу үшін не қажет екенін білгің келсе, өзіңнің көлеңкеңді көре алатын мүмкіндікке ие болу керек. Бұл өзіңе қазбалап іздеу жұмыстарын жүргізген кезде, оны сен қалай көретініңе байланысты болады. Сонымен қатар, жеке басыңның көлеңкелі аспектілерін, әсіресе бұл сені шектейтін қара көлеңке болатын болса, оларды айқындай алу үшін өз түп санаңмен қалай жұмыс істеу керек екенін үйрететін жаттығулар мен әдістемелер де бар. Сен осыларды жасағаннан кейін әрі қарай не болады? Сен көлеңкені аңғарған кезде оның соншалықты осал екеніне таңданатын болады. Сондай-ақ біз күткендей ол жер соншалықты қараңғы да, қорқынышты да емес екенін көреміз. Себебі біз өз көлеңкемізді көрген кезде біз оны бірден танимыз, және сен оны орнынан қозғап жібере аласың. Ақылдың күшіндегі ең кереметі, біз өз өміріміздегі кез келген паттернді басқа нәрсеге өзгерте алатынымызда. Сондықтан осы паттернді сенің бойыңда қандай көлеңкелі аспекті тудыратынын аңғарған кезде, осының өзі ақылдың күші екенін көресің. Ақылдың күші тренингі арқылы сен өзіңді шектейтін кез келген көлеңкелі аспектіні алып, оны толығымен қарама-қайшы аспектіге өзгерте аласың. Міне, сондықтан да маған ақылдың күшіне қатысты тренингтерді жүргізу өте ұнайды. Бірақ алдымен мұны сен өзің көру керексің. Сен өзіңді қатты жақсы көргің келеді? Жоқ, бұл үшін сөгуге қажет емес. Көлеңкемен жұмыс істеудегі басты ережелердің бірі ешқашан өзіңе кінәрат тақпа. Себебі өзің аңғарғандай, біз өзімізге өте қатал екенбіз. Мен өзімді жақсымын деп айта алмаймын деген архетиптің ұжымдық ұғымы екенін біз байқамаймыз. Бұл біздің әрқайсымызда бар. Көрдің бе? Біз мәселе тек біздің өзімізде деп ойладық, сондықтан бұған тіпті қарағымыз да келмейді. Біз тіпті өз эгомыздың оған лайықты емес деп ойлайтын бөлшектеріне де қарағымыз келмейді. Бірақ біздің эгомыздың барлық бөлшектері соған лайықты. Біздің эгомыздың барлық бөлшектеріне, бұл тіпті сенің арамзалығың болсын, таяздығың болсын, тіпті өзіңнің қожыратпа қасиеттерің болсын, барлығына назар аударуымыз керек. Бұлардың барлығы сенің бір бөлігің, және сен оларды қалай бар, солай қабылдайсың. Көлеңкемен жұмыс істеудің мәні мынада. Осы нәрселердің барлығын қалай бар, солай қабылдап, өзіңді жақсы көру керексің. Білесің бе, біздің бәрімізде кемшіліктері бар. Осыған көн, соған көну керексің. Маған бұл туралы былай айтқан ұнайды. Менде тамаша кемшіліктер бар. Дәл осы сенің кемшіліктерің мен сенің дарын қабілеттерің сенің шынайы кім екеніңді көрсетеді. Осыны шындық ретінде қабылда, мойында. Көлеңкемен жұмыс істеу деген осы. Көлеңкемен жұмыс істеу осысымен қызықты, осымен құнды. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы арнаға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.